Ардақты көрермен, хабар арнасында алғашқының бәрін айтамыз. Кейіпкердің өміріне бойлайтын, көрерменнің де көңілін ойлайтын алғашқы жобасының қымбатты қонағы. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, кино және театр актері Болат Әбділманов. Қарсылайық. Қош келдіңіз. Әуелгі сұрақ, жалпы өмірдегі Болат пен театрдағы Болаттың айырмашылығы бар ма? Әлде үнемі образда жүресіз бе? Білмеймін ғой, енді оны сахнада өзімді қайталамауға тырысам. Енді мынау бізде штампованный актер деген бір ярлық бар. Сондықтан әр образда өзінің табиғатына сай, образына сай, соған ізденесің. Сондықтан өзгеріс болу керек қой әр рөлде. Қымбатты көрермен, театрдағы Болат Әбділмановты көріп жүрген шығарсыздар. Біз бүгін алғашқы бағдарламасының аясында өмірдегі Болатты білеміз. Қош келдіңіз. Бағдарламаның шағын ережесі алдыңызда әртүрлі түске боялған есіктер. Түс таңдаймыз, тақырыппен танысамыз және ар жағындағы сіздің алғашқы қадамдарыңызды айтамыз. Бағдарлама соңында бұрын соңды сіз жасамаған бір алғашқы қадамды бізбен бірге жасасаңыз. Қарсылық жоқ қой? Қарсылық жоқ. Түс таңдаудан бастайық, қай түс жанға жақын? Енді біз кеңесшіл дәуірде октябрят болдық, қызыл галстук тақтық дегендей. Театрда да занавестің светі қызыл түсі. Сонда қызылдан бастайық. Жақсы. Көк галстук тағып отырған ағамыз қызылдан бастады. Дауасы жоқ, дерт. Кім біледі, не? Оның ар жағында не бар екен? Ойға не оралды? Денсаулығым жақсы. Өмірде бір өкініштер болмаса білмеймін енді. Дауасы жоқ, дерт. Дерт деген жаман екен өзі. Махаббаттың дерті ме, кім білейін, қайдан білейін. Махаббаттың дерті ме, басқа ауру ма? Көрейік. Түсінікті. Бұл сіздің ерекше образыңыз және көрерменге өте жақсы сахналық костюм. Осы еске арнайы әзірленген бейнематериалды көруге шақырамын. Бір адамның жүректен аяулы жері бола ма? Болат енді біздің қазақтың Абайы деп айтып кеттік қой, оны бекер айтқан жоқ шығармыз, өйткені Әзірбайжан Мадиевич Мамбетов кезінде Абай спектаклін алғанда сол Болатқа арнап алған. Жүрегімнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын, оны дойла. Абайдың рөлінен, Абайдың болмысынан, Абайдың ақындық, философиялық жаңағы тереңдігінен Болаттың алғаны өте көп. Абайды ойнау ол екінің қолынан келе бермейтін дүние ғой, оны мойындау керек. Мен Болатты ондай тебіреніске барады, ондай жаңағыдай ішкі дүниесінің бәрін былай шығарады. Абай болып шығарып жатыр, ол Болат болып шығарып жатқан жоқ. Мен кәдімгідей сол кезде көзіме жас алып залда отырдым, өте риза болдым. Кеткен кезде бәріміз аң-таң болдық, шынымен аң-таң болдық. Қалай, неге, енді Абайды кім ойнайды деген осындай сөздер болды, болмады емес, болды. О кеткен кезде Абай тоқта қалды. Мен тіпті шынымды айтсам білмей қалдым. Заявлениені жазыпты да, кетіп қалды. Ол киноға түсем деп келісім берді. Біз енді шартқа отыру үшін, бірақ дегенмен біз театрдан рұқсат алуымыз керек. Өте бір жауапты сахналар түсіретін кездері қатар келіп қалды енді. Театрда жібергісі келмейді. Бөкеңе өзінде таңдау жасау керек болды. Киноға кетіп қалған кездері болды. Сол кезде көрген сайын айтатынмын, сен неге қайтып келмейсің театрға деп. Мен театрдан шығатын болдым деп өтініш
жасаған айтып келгенде мен енді шын айтқанда өте бір абыржыдым енді. Театрдан шығып кеткен адам ол ауру. Мейлі сен площадкада жүр, сен киноға барып түс, сен сұмдық рөлдерді сомда 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл. Бірақ кез келген театрда жұмыс істеп қалған актер театрда аңсайды. Қош бол елім, мәңгі өзіңмен біргемін. Сендер барда қайтар түбі бір кегім. Туған жердің ауасынан іздесін, мен іздесе кімде-кім. Дауасы жоқ дерт дегеніміз түсінікті болды ғой. Актерлықты ауру деп айта аласыз ба? Әрине, ол өте жақсы ауру. Өнер деген жалпы ауру ғой. Онымен бір ауырған адам шында да оның дауасы жоқ. Осы аласапыран заманда ішіңе жиналады. Өнер адамның жалпы өзі ішіне жиналған кезде оны шығару керек та. Шығармаса ол шында да жағдай қиын. Сонда осы сахна арқылы, өнер арқылы ішіңдегінің бәрін шығарасың. Бұл бағдарлама алғашқы деп аталады. Сіз алғаш рет ойнаған рөл театр сахнасында? Театр сахнасында ойнаған рөл, енді сол мен армиядан келгеннен кейін жастар театрына орналастым. Сол кезде 2-3 рөл ойнадым бірден. Біреуі Нұрғанат Жақыпбаев деген режиссер қойды, Дариға жүрек деген Мұқағали Мақатаевтың, содан Мұқағалидың рөлін ойнадым. Содан кейін тағы да сол Әділбек Тауасаров деген кісінің Сен жанбасаң дегенде Ермек деген рөлді ойнадым. Соның ең басты рөлдің бірі мына Марбаджиевтің Қырғыздың Қожа Жасмерген деген спектаклі. Сонда сол Қожа Жасмерген рөлін ойнадым. Осы 3 рөл? Иә, осы рөл. Ал актер ретінде сіздің бағыңызды ашқан, сізді көпшілікке кеңінен танытқан режиссер кім? Ең алғашқы режиссерім деп мен Нұрғанат Жақыпбаевты айтамын. Сол кісі менімен көп жұмыс істеді. Содан кейін Сәулебек Асылханов деген кісі, Райымбек Сейтметов, Әзірбайжан Мәмбетов, Әбубәкір Рахимов. Осы кісілермен жұмыс істедім. Кинода енді Асланбек Тәуекел ағаларымыз. Әріптестеріңіз пікір білдіріп жатыр. Жалпы сахнада бір-бірлеріңізді сөзсіз сезетін бір әріптестер болады. Сіздің тандем тапқан әріптесіңіз кім? Саят Меркенді айта аламын. Осы Данагүл, Фарида апайлармен сахнада серіктес болдым. Жангүлшат болсын, Тутова. Қазір енді Жанаке деген спектакльде бір жастар бар. Қаншалықты сен сахнадағы әріптесіңді қаншалықты зейін қойып тыңдайсың, соншалықты сен сол атмосфераға кіресің де, мына жақта отырған көрерменнің бәрін ұмытасың да, сол неде жұмыс істейсің. Мен бір сөзім бар. Сахнада сөйлей білген актердан тыңдай білген актер жоғары тұрады деп. Театрдан бір 10 жылдай алыс жүрдіңіз. Иә. Сол жылдарды жоғалған жылдарым деп айта аласыз ба? Мен бір кезде Нұрмұхан Жантөрен ағаның бір сұхбатын естіп қалдым. Ол кісі былай деп айтты. Мен сол кеткен 10 шақты жылдың ішінде бір 10 рөл ойнасам, соның бір 5-еу шықпайды, 6-ау шықпайды, ең болмаса бір 3-4-еу шығар еді ғой деп айтты да. Енді менің өз пікірім, жалпы мен ештеңеге өкінбеймін. Өткен негеше? Егер мен солай қарай бұрылып тұрса, маған сол жаққа қарай бұрылып тұрса, тағдырым, өнер жолым, мен соны қуана қарсы аламын. Былайша айтқанда, бір есік жабылса, екінші бір одан да қайырлы есік ашылады деген. Мысалы, мен жаңа театрдан кеткенде 10 жылдың ішінде, мен театрда жүрген 25 жылдың ішінде бір 10 шақты киноға түскен. Ал мен сол бір кино үшін кеттім театрдан. Бірақ сол 10 жылдың ішінде мен 50-ге тарта киноға түстім. Сондықтан оған өкіметінде былайша айтқанда уақыт болмады. Қайтып келдіңіз? Иә, қайтып келдім 10 жылдан кейін. 10 жылдық үзілістен кейін не ойнадыңыз бірінші? 10 жылдық үзілістен кейін алғашқы ойнаған рөлім жаңағы Ақтастағы Ақико деген спектакль. Сол кезде Сәкен Сейфуллиннің әкесі Сейфулланы ойнадым. Қырғызбек қойылды, Базарбайды ойнадым деген сияқты. Содан кейін тағы бір 2 спектакльдерді ойнадым. Содан кейін барып Мәдина Омарбек екеуміз отырып Абайдың жұмбағы деген пьеса жаздық, автор болып.
сол алғашқы рөлдердің үлкен рөлім сол Абай рөлінде Абайдың жұмбағы деген пьеса. Жақсы, осы сәтте бір үзінді көріп алсақ, назарымыз экранда болса. Болат сомдаған бейнелерді мен осында Әуезов театрында Иран Ғайыптың Сүйінбайын қойған кезде сонда төренің тұқымының ойнады, өте керемет. Қамшы салдырмайтын актерлар ғой. Қазіргі бұрынғы ескі актерларымыздың көзі деуге болады. Әуезов театрының үлкен мектебінен қалған, солардан үлгі алған нағыз үлкен актерлардың бірі. Спектакль болып жатыр, сонан билейтін билеріміз бар. Бүйтіп айналамыз да, біреуміз арқамызбен сахнада тұрамыз, сосын бүйтіп айналып, ол арқасымен сахнада тұрады. Сөйтсем, өзінен өзі жаңа бет билеп жүріп, қалайсың бауырсақ деді маған. Өзі бастады. Дедім бе, үндеген жоқпын, енді зрительға қарап тұрмын ғой, сосын былай ауысқаннан кейін. Өзің қалайсың шелпек дедімші, сол жер ана бір уақытта кетті дейсің, бір күлсе тоқтамайды екен болады. Мен қайдан білейін оны. Енді шелпек сияқты бетің деп жатқаным ғой. Сөйтіп қалжыңымыз содан басталып кетті біздің. Театрдан кетті, келді. Келген уақытта қайтадан енді адам деген творческий адамдар бір леппен келгілер келеді. Ол бетінде Абай деп жазылып қойған, тарихында Абай деп жазылып тұр. Тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық, аздырар адам баласын, таласып. Ол ойын сенің ойыңа кіргізіп бере алады ғой. Сөз сүйектен өтеді дейді ғой. Сөзін сүйектен өткізе алатын адам. Болаттың бойындағы осы тума таланты, еңбекқорлығы, содан кейін адами асыл қасиеті, тазалығы. Арақ ішпейді, өтірік айтпайды, жаңағы анау-мынау жерлерде ол жүрмейді. Осы дәрежеге жеткенде ол өзінің өлермендігі, өзінің еңбегі, ізденісі, Болаттың бергеннен берері де көп. Нағыз сұранысқа ие, қазір деген нағыз бабында тұрған актер ғой. Мені ойландыратын сұрақ, жалпы сол 10 жылдық үзілісте жүрген кезде сізді қайта театрға ешкім шақырмады ма? Жоқ, шақырды. Енді шақырудың екі түрі бар да. Қазақта бір старт мезреті деген сөз бар. Бұлай шақырды. Ал маған арнайы қайта звондап шақырған ол Ерлан Біләл болды. Ол бірінші рет шақырғанда мен отказ бердім. Екінші рет шақырғанда тағы да ойланайын дедім. Үшінші рет шақырғанда мен айттым, сен директор болғанда келем дей салдым да. Ол кезде ол директор емес болатын. Содан директор болды да, енді уәдеңізде тұратын шығарсыз деді. Бопты дедім, тұрам дедім, келдім. Біз қызыл есікті ашып қарадық, енді басқа есіктерге қарай өтсек, ақ, көк, сары, жасыл, күлгін. Енді ақта шайықшы. Жақсы. Ақ есіктің тақырыбы бәрі де мүмкін. Шынында да бәрі де мүмкін. Армандар орындалады. Бәрі де мүмкін. Жақсы. Есікті ашайық. Темір жолшының киімі ма? Білмедім. Темір жолшы киімі. Бәрі де мүмкін. Бәрі де мүмкін, е. Ойыңызға еш нәрсе оралмады ма? Егер ол темір жолшыдан болса, студент кезімде проводник болғаным бар. Жақсы, көрейік. жылы осы Алматыда театр көркем сурет институты ашылды. Қазіргі Жүргенов атындағы академияның, өнер академиясының ең алғашқы студенттеріміз, алғашқы түлектеріміз. Соны сабақ өтіп жатыр. Болат шығып, төрт аяқтап қой құсап жүр, басын қасып қояды. Ол кезде апайымыз әрі сол институттың ректоры болды, Гүлшахан Абуевна Жансыбаева деген кісі. Сол кісінің сабағы болатын. Сол кісінің айтқаны ғой Гүлшахан Абуевнаның. У нас Абдельманов плохой баран, но зато он умный баран. Соны 4-ші курс бітіргенше, соны Болат сөйтіп мазақтап жүретінбіз. Болат та білмеймін, нағым екен, ол өмір ақша болатын ода.
өзі сондай бір адамдар болады ғой, берекелі. 8 мартта подарка жасау, сол жағына келгенде өте қолы ашық, сондай бір сері болатын. Енді студент болғасын, ақша жетіспейді, қарның бірде аш, бірде тоқ жүресің. Сөйтіп жүргенде бір күні болады, қыздар не, қарындарың ашып жүр ма деп. Иә, қарнымыз ашып жүр. Онда жүріңдер столовойға барамыз. Құрсын, саған үйден ақша келді ма деп жүрміз ғой. Саған үйден ақша келді ма дейді. Жоқ, мен үйден ақша сұрамаймын. Құрсын, ақшаны қайдан тауып жүрсің десек, сөйтсек, ол күндіз оқиды екен де, түнде біз ұйықтап жатқанда вокзалға барып, вокзалда жаңағы вагоннан көмір түсіреді екен. Бір таза жігіт. Жүрегі таза, ниеті таза, көңілі таза. Әрқашанда біреуге көмектес келіп, қолын созып тұрады. Барды бар, жоқты жоқ деп айтатын жігіт. Ешқашанда мойынсынып, мен мындаймын, андаймын деп онда мен одан көрген емеспін. Қазір енді ол қазақ өнерінің белгілі актері ғой. Соның өзінде де қарапайым азамат. Соны бір күн ауылға кеткен, сон ауылдан кепті, Болат машинапты Болат, ана неге институтқа машинамен апарам деп отыр қыздарды деп. Бәріміз шуылдап, жарайды машина деп. Жаңа машинасына келдік, Запорожец сөйтіп, анау кәдімгі бүйтіп айдап келе жатыр. Бүйтіп тоқтаған кезде, анау светофордан бүйтіп біраз жер барып өтіп тоқтайды да, торымызды ұстамайды. Ойбай деп ойлаймыз. Сөйтіп, сол Запорожецке біраз 4 мүндік болса оған. Мінбеген адам жоқ оған. Машинаның алдында тұрады, келіңдер, мініңдер деп. Сондай машинасы болды Болаттың. Бәрі де мүмкін. Бұл есіктің ар жағында сіз бірден актер болған жоқсыз. Жол серік болып жұмыс істедіңіз. Институтта оқып жүргенде, студент кезімізде, бірінші курстан кейін біз СО дейді, құрылыс отрядына барып, Қостанайда, Заречныйде, совхоз Свободный деген жерде жұмыс істедім. Ауыр жұмыс. 2-ші жылдан бастап бізді неге шығарды? Актерларға ауыр жұмыс істеуге болмайды, проводник болып істеу керек деп, ол кезде проводниктер жетіспейді, жол серіктер. Сөйтіп біз пойызға, сонау Адлер, Ресей, мына жақ Красноярск, мына жақ Новосибирск, бүкіл одақты аралап, сол жерде проводник болып істедік. Енді мен кішкене пысықтау болдым. Жаңағы айтып отырған сіздің алғашқы көлігіңіз. Иә, Запорожец, иә. Оны қанша ақшаға сатып алдыңыз, және қандай көлік еді? Ол енді шын айтса мен машина алам деген ойым болған жоқ. Ява деген мотоцикл бар ол кезде. Иә. Чехословакияның. Солар көшеде зулағанда, ол енді ең мақтаның баласы айдайды ондай мотоцикл. Проводник болып істеп жүргенде ақшаны көп табасың. Ол уақытта қазіргідей емес, билет жоқ, бұлай келе береді, қоян дейміз оларды ше. Қояндар көп болды ғой? Қояндар көп болады жаңағы. Соңғы жаңағы ана мынау тексеретіндер болды, олардың бәрінің несін табамыз, жөнін табамыз, ана мынау. В общем, пысық болдық енді, проводник болып. Сөйтіп жүргенде жаңа ақша жиналды. Содан кейін жаңағы Ява алам деп өзімнің арманым Яваға міну. Ол 1600 теңге тұрады, Ява ол уақытта. Бұлай өзі 1000 теңге тұрады, бірақ базарда 1600, ол басқа жерде сатылмайды. Сол базарда ғана сатылады. Сом ғой ол кезде. Сом, 1600 сом ғой. Енді ол уақытта айлығың актерлардың 90 сом, 1600 сом деген сомды қаша енді ол уақытта. Бүкіл мықтылардың балалары, атақтылардың балалары оқыды. Оларда велосипедте болған жоқ, мысалы. Сағи, Жанбай, кімдер. Бірақ менде сонда қойшының баласы, менде Запорожец болды. Мен өзім всегда сол елдің алдына көріну, былай өзімді көтеріп жүрген жақсы көремін деп, былайша айтқанда мақтанғанды жақсы көремін. Сон, біреулер айтады ғой, мен мақтанайын деп тұрған жоқпын деп мақтанады ғой. Мен ашығын айтамын, мен мақтанамын дейін де, сондықтан ол жеңіл деп ойлаймын. Сөйтіп жаңағы Яваны алуға бардық базарға. Сөйтсек жаңағы қасымда достар айтады, өзі күз болатын ол. Мына Яваны сен қыста айдай алмайсың. Қазір бір айдағаннан кейін тоқтайды. Қыста қайда барасың мұны? Тұрар жатақхананың ішіне қойып қоясың ба? Мына Запорожецті алсаңшы, мына 2500 деп тұр. Ар жағында қанша 900 сом қосасың Запорожец. Соншындадағылар мені айныта бастады. Запорожецқа келдім, бір көк Запорожец. Содан жаңағы жерде ана шофер бір орыстың жігіт екен, мақтай бастады. Мынау радиосын қосасың, музыка, мынау астыңғы сиденьесін тартып бассаң, ол как диван сияқты жатады деген сияқты. Не керек, ұйықтап аласың деген сияқты. Соны жаңағыны алдық қой енді. Жаңағы Сәуле ханымды таныдыңыз ба? Мен енді танып отырмын, жаңағы басында танымай қалдым. Біз бірге оқыған курстасым ғой. Жатақханада тұрдыңыз? Иә, бірге тұрдық. Қанша жігіт тұрдыңыздар?
ой, көп жігіт, оның саны, мысалы біз театральный институтта 24 бала оқыдық. Соның 18-і ер балалар болды да, бір 7-8 қыз болды. Бір бөлмеде сіздер кімдер бірге тұрдыңыздар? Менімен бірге Кенжеғали Қожахметов деген өте талантты жігіт марқұм болып кетті. Театральный институтта сабақ берді. Екінші бір талантты жігіт Болат Түлкібаев деген кезінде мынау біздің старостамыз болған ансамбль ашқан Марат Омаров ең бірінші сол Болаттың тәлім тәрбиесі алып, сол жерден уларыңды үйренген. Сол Болат Түлкібаевтың да қайтыс болғанына 1 жыл болды. Одан кейін Алтай Сәтібеков деген курстасым болды. Мына Жақсылық Сәтібеков деген ақын бар, мына Қара кемпірді жазған Жамбылдың, Тараздың жігіті. Ол да марқұм болып кетті. Соңы Досмұрат деген бір Қапалдың жігіті болды, енді олар актер болған жоқ. Сол 5-еміз бір бөлмеде тұрдық. 5-іңіз бір бөлмеде 4 жыл тұрдыңыздар. Иә. Олардың 3-і өмірде жоқ. Иә, 3-і өмірде жоқ. Иманды болсын. Қымбатты көрермен, біз бүгін ерекше бір кездесудің куәгері болайық деп тұрмыз. Ендеше қарсылайық. Досмұрат Күнболатов. Ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Қош келдіңіз, абайлаңыз. Досмұрат аға, келіңіз. Жайғаса қалыңыз. Жаңа біз қымбатты көрермен айтып өттік қой. Бір бөлмеде 5 жігіт тұрған, оның 3-і қазір өмірде жоқ. Досмұрат ағамыз біздің қасымызда. Қанша жыл болды көрмегеніңізге? 30 жылдан асып кетті ғой. Асып кетті, иә. 30 жылдан асып кетті. Біраз құпияны біледі бұл кісі. Алғашқыларды айтам деп келіп отыр. Жаңағы алғашқы көліктің оқиғасы айтылды. Жол серік болып не білдірдіңіздер? Содан бастайықшы. Москваға бардық, Питерге бардық, қазір бұрынғы Ленинград. Туапсеге бардық, Адлерге бардық, Новосибирскке бардық, Красноярскке бардық. Біраз жерді арладық. Бірге болдыңыздар ма? Бір вагонда? Жоқ. Екеуміз кейде қатар боламыз, кейде бөлек келеді. Қалай бөлінеді? Кейде екеуміз 6-шы вагон болса, мен 7-ші вагон жүре береміз. Неге соңғы уақытта араласпай кеттіңіздер? Мен басқа салаға кеттім жұмысқа. Мен Талдықорғанда 90-шы жылдар қиын кез болды ғой. Сол кезде мен басқа салаға жұмысқа кеттім. Соңғы бір-бірімізді үй айырбастадым. Ол кезде телефон жоқ. Соң бір-бірімізді көрмей кеттік. Алыстап қалдыңыздар? Алыстап қалдық. Театрдағы рөлдерін, кинодағы рөлдерін көріп отырасыз ба? Көріп отырамын. Абайды көрдім. Спектаклін көрдім. Көңілден шықты ма? Абай енді өте тамаша. Жігіт жолдас болдыңыз? Иә. Ол қай жылдар еді? Ол ұмытпасам 82 ғой. Той Талдықорғанның 4-інде болды. 4-інде болды. Қыз жолдас кім болды? Енді есімде жоқ қыз жолдас. Ол кезде ес болмайтын кездер ғой жалпы. Түскен ес бар, түскен ес жоқ. Ес жоқ. Болат аға, достарыңыз көп, бірақ жігіт жолдас ол жанға жақын жігіт болады. Осынша 30 жылдан астам уақыт іздемеуіңіздің себебі не? Енді іздегенде мынау жаңа кірісіне қарап бір ауданның әкімі кіргендей болып кірді. Соңғы қарағанда бұл бастық шығар, қазір білмеймін. Жоқ, бұны іздемейтіні, бұл мен қалада көп болмаймын. Мен ауыл шаруашылығына айналыстым, ауылда болам. Соң кейінірек кішкене заман сөзгеннен кейін құрылыс жағына кеттім. Сонымен айналыстым. Енді бұл жолым түскен кезде мен бір рет әуезов келген кезде іздеп, ол кинода деді. Таппадым. Чузда барған кезде бір гастрольге кеткен ба, ешкім жоқ екен, ешкім білмейді. Сонымен бір жол түспеді. Сәті келмеді? Сәті келмеді. Сіз іздедіңіз? Мен іздедім. Сіз? Енді мен сыртынан тілекші болып жүрдім, енді аман болсыншы осы. Мынау ауыл шаруашылығын көтерейін деп кетті ғой осы. Ауыл шаруашылығын көтерсінші осы. Жағдайымыз дұрыстасыншы деп сыртынан батамды беріп жүрдім. Іздей алмадым енді, ол іздедім дегенде енді қайдан іздейсің? Алматыда жоқ, Астанада жоқ, ауылда жүрген. Талдықорғанда жоқ. Алғашқы атты бағдарламаға келіп отырсыз. Болат ағамыздың қандай алғашқыларын айтар едіңіз? Есте қалған. Біз маргарин заводында істедік, түнде барып. Шампанский заводында істедік. Түнгі жұмыста. Гоголяның бойында. Бірақ не кім білмеймін, ілкіріп отырышына кіргізбейтінбіз.
Енді бар жеріміз істедік, құрылыста да істедік екеуміз. Ол со дейді, ол кезде құрылысқа кетеді, шабаш кетеміз, болмаса проводник болып кетеміз екеуміз. Сонымен біз енді әке-шешеден ақша сұрамау керек қой. Иә, ата-анадан ақша сұрамаудың амалы талай жұмысты істедіңіздер. Иә. Ерекше естелікті бізге келіп айтып жатқаныңызға алғыс айтамыз. Енді сіздерді кездестірдік, табыстырдық. Басқа естеліктерді жақсылап асықпай отырып айтарсыздар. Мың алғыс. Рахмет. Қымбатты көрермен, біз жалғастырамыз. Ал екі есікті білдік, қалған есіктерге келер болсақ. Қызылды көрдік, ақты көрдік, енді көкті көрек, көктудің желбірегенін. Біз бірге жыладық. Енді бұлай елге айтсам сенбейді, мен жалпы көп жылаймын өзім. Бір қарағанда мен елдің бәрі сондай бұлай деп түсінеді, қатыгез, бұлай қатты деп. Мен кейде үйде отырғанда, кино көріп отырғанда үйдегілер жыламаса, мен бір сәттерде мен жылап қоядым сондай. Сондықтан жылаған уақытым көп болды, білмеймін, кіммен бірге жылап жүргенімді. Еске салайық, есікті ашайық. Дипломат пен аяқ киім. Біз бірге жыладық. Ештен айтып тұрған жоқ, есіме түспейді. Дипломат. Жақсы, көрейік. Назарыңыз экранда болсын. Күндігімнің жасқаны тамған жерім ауылым. Ауылдың шыға берісінде 3-4 шақырым жерде Қасқалдық деген жер бар. Келе жатқан көлігінен сол жерде түсіп қалып, тас жолдың жанындағы қара жолға түсіп, бір қолына аяқ киімі, бір қолында қара дипломаты бар. Балағын тізеге дейін түріп, шаңды бұрқыратып ауылға өлең айтып кіретін бөкемен. Әр көрген киноны сомдап шығатын. Соның рөлін ойнайын деп. Соны апасын бәрімізді отырғызып қойып, көрген киноларына рөлдерін сомдайды. Апасы оған мәз боп, мықты бір өнер иесі болады деп, жетістіктеріне қуанып отыратын. Біз ойлайтынбыз, Болат сол ападан туды деп. Болат құрдасымыздың енді мына үйінің орны. Анау кіреберіс есік болатын анау жерде. Ас үйге алып кеп, бізге осы жерге сарқытынан дәм татқызатын осы жерге. Шатыры керегесі жоқ үйдің орны болса да, осы жерде отырып, біз сол әкеге сарқытынан ауыз тиетінбіз. Әке шешесі ерекше жақсы көрді. Шешесі өте әдемі сұлу кісі болған. Біз 6-7 сынып класста оқып жүрген кезде күз айында қайтыс болды ол кісі. Сонда Болаттың әлі көз алдында шешесін жоқтап, біз Болатпен бірге қосылып, біз де жылап. Талдықорған қазақ драма театрына жұмысқа бардым. Сол кезде мен Алтын апа Рожовамен, сосын Оразғали Абдылманов әкесімен кездестім. Гастрольге шыққан кезде біздің де бір баламыз сол бітіріп, қазір өз театрында жұмыс істеп жатыр деді. Кім? Болат? О, тура әкесі ғой, енді аумаған анасына да ұқсайды әкесіне. Тура Болат, бәсе кімге ұқсатып жүрмін деп кәдімгі таңғалған кезіміз болды. Бір каникулға келген кезде өзі бәрімізге отырып айтқаны, менің туған шешем бар екен ғой. Мен оны білмеппін ғой. Мен осы уақытқа шейін деп тұрып, керемет мұңайып тұрып жылады. Маған неге ертерек айтпады бұлар? Болат балалар екен сол кісілерден естін, Болат айтқан жоқ. Сондай керемет адамдар. Енді одан енді қандай бала? Болат Абдылманов ғана талантты актер туады. Әке шешесіне өте адал. Мен әке шешем, Мәзінбай мен Шәрбану тәтем шешем, ал менің одан ерекше көретін апам деп. Апасын жоғары қоятын бәрі. Көзіңнен танимын. Түсінікті болды ғой? Иә. Ана ауылға кірер кезде, жаңағында айтып отқандар рас. Ана Алматыда сағынып білесің ғой. Сол жолда неше түрлі әртүрлі сусындар ішесің. Сағынышты одан сайын ұлғайтады. Автобуспен ауылға кірген бір түрлі суық сияқты да. 5-6 километр қаламда, соң кіндігімнің жасқаны тамға жермауыл деп айғайлап, соны жылап ауылға кіретін сағыныш қой. Жаңа жерде, жаңағы жұртта тұр ғой, сол жерде тұрғанбыз. Сол жерге, как будто өзім үйім сияқты фундаменті қалған іргетасы. Сол жерде отырып, сол өзімше отырып. Неге туған ата-анаңыздан ажырап қалғансыз? Енді ол өте дұрыс деп ойлаймын. Өйткені
бұл ағайыншылық қазақтың дәстүрі. Қазір көбінесе басқаша айтады, ол дұрыс емес. Бір үйде 5 кісі, ең үлкенінің баласы болмаған. Ортаншысы жаңағы актер адамдар. Солардың баласы болып мен өмірге келгенде, әжем келгенде ортаншы баласынан алып, 40-нан шықпаған мені ең үлкен ұлына апарып, ауылға апарып, қойшының баласы қылып жаздырған. Көрдің бе? Сондықтан мен ешкім айтқан жоқ, оны мен білмеймін. 18 жасымда бірақ білдім. Мен сол қойшының баласымын деп. 14 жасымда мен асыраған кісілер, 14 жасымда анам қайтыс болды. Жалғыз үй, бір үйдің жалғыз баласы, мектептің кластың старостасы, баяғы жан жақтан, спорт жағынан да, басқа жағынан да бәрін басқарып жүремін. Солай керемет еркелеп жүрген кезде анам қайтыс болды. Мүлдем бірдем есейіп кеттім да 14 жасымда деп айтсам болады. Сондықтан мені өсіріп жеткізген ең, мына кейде қазір мен білмеймін, кейбір осылай береді балаларын, содан кейін есейгеннен кейін, ой, менің әке-шешем мыналар екен деп өзінің туған әке-шешесін тауып алады. Мен жалпы оны дұрыс емес деп ойлаймын. Туды, бірақ сені түн ұйқысын 4 бөліп, сені асырап, жеткізіп, сенің ыстығыңа күйіп, суығыңа тоңып, сенің аялап өскен адам, ол өсірген адам, сол нағыз әке-шеше сол деп ойлаймын. Енді қанымда бар шығар енді. Бірақ мен қай жерде болса да, өткенде театрда түссем, бір актриса айтады маған, сенің атаның халық әртістері үлкен атақты адамдар, сен бәр жерде сұхбатта қойшының баласымын деп айтасың, неге төмендейсің дейді маған. Ол төмендеу емес дедім. Ол керісінше, қойшы деген, ең қарапайым еңбек адамы деген, ол менің ең жақын жаңағы класстастарым, туыстарым. Мен өзімнің мына жақтан туған біргелерден гөрі сол ауылда өскен әкемнің інілердің балалары маған туғандай болады мысалы. Анаң 14 жаста кеткен, әкем 21 жаста кетті. Бірде-бір менің ештеңемді көрген емес. Не диплом алғанды, не немерелерін, не телевизорға шыққанды, еңбек жеткізіп, өсіріп, өмірден кетті де қалды. Ал бір анадан туған бауырларыңызбен араласасыз ба? Олармен енді бұлай керемет араласып кетпесем де, енді ол кісілер бәрі қайтыс болып кетті қазір. Біреуі ғана қалды, қалғандары өмірде өтіп кетті. Араласа алмадыңыз ба? Жоқ, ол кісілермен енді араласқанда сөзіміз жараспайды. Олар орысша сөйлейді, мен қазақша сөйлейді. Менің айтатыным ауылдың әңгімесі, олардың айтатыны қаланың әңгімесі. Мен актер болады дегенде бәрі таңғалған. Ол уақытта олардың түсінігінде орысша білмеген адам актер болмау керек те, олар солай түсінеді. Олар орыс қалада өскен ғой. Сондықтан ол адамның өскен ортаға байланысты ғой. Қымбатты көрермен, осы есікті тағы да бір ақпаратпен толықтырсақ, назарымыз экранда болсын. Мына жаңа екеуі жаңа Байтүсен деген анама жақсы серт. Мені Болатты таныстыру үшін, осы жас ұрпаққа таныту үшін осы кабинетіміз ашылған. Қорбаңдап жүретін ғой, өзі толықта, өзері бала болды да, қорбаң етіп, мен өзімде ұстаз болам, ана балалар жас күнде бір сүйкімді болады ғой, қорбаңдаған балалар. Әрқашан бірінші болып отырсатын. Ол енді ата-анасына жақсылық жасау керек екен деп ұғымнан шықты ғой деймін. Өйткені ата-анасы оның үстінен құс ұшырмайтын. Жас күнінен жаңағы өлең жазатын, ленчил жас газетіне мақалалар жазып, содан жауап алып, сөйтіп жүретін. 25 майда соңғы қоңырау кезінде аудандық газетке өлең шығарды. Біздің ауылда да талай жақсы оқушылар бар, бірақ сол Болаттан басқа кейін өлең шығарғандар кемде кем. Оның махаббатының әрпі бұдан басталады, өзінің аты да Болат қой. Сосын енді хаттың ең соңында мына хаттың жауабын қолымдағы сағатты оң қолмен бұраймын, осы хаттың жауабын кешіп сұрайын деп еще не қоямыз да, қозы көрпеш баяндай бір молдада өлсек деп тағы не қойып қоямыз әке. Балалық сезім, махаббаттың бір кішкене алғаш кеп нетіп атқан. Содан жазған қыздарға хат жазғанда, қыздардан өзіміз ұялып қашып жүреміз. Анау бетті көрсек, тағы не болып қалды дегендей.
Алғашқы махаббат бұдан бұға. Сезіміңізді білдіре алдыңыз ба? Ой, мен өте әсершіл болдым. Беті жылтырағыңыздардың бәріне хат жаздым. Енді ішінде бір ерекшесі болды енді. Бақытпен Болат неге бақытты болмады? Алланың несі солай шығар енді. Ол басқа мамандықта, мен басқа мамандық деген сияқты. Сыныптастарыңызбен сөйлесе келе, сіздің алғашқы есіміңіз Болат емес екенін білдік. Енді ол кезде мен не болғанын білмеймін ғой, кейін естимін ғой, жаңағы өмірге келген кісілер әртүрлі аттар қойған екен. Сол кезде Ақан Сері Ақтоқтыны қойып жатыр екен, Тараздашы. Өмірден өтіп кетті ғой енді, әкеме деп айта берейін, жаңа актер. Сол Ақанды ойнайды екен де, содан Ақжігіт деп қойған екен. Содан кейін бірнеше ат қойылған ғой, ол уақытта жаңағы Ақжігіт біреу. Содан кейін жаңағы екінші қойған аты Октябрь екен. Октябрь деп кәдімгі документ жүзінде қойған. Жотқа қойған. Содан кейін қалай Болат болып кеттіңіз? Енді әжемді алып барған, әжем келіп алып кеткен ғой. Баланың аты кім? Октябрь. Содан баласына айғайлайды ғой, жаңа актер кісіге. Сен есің дұрыс па? Сенің атаң Әбділман, әкең. Октябрь революциясына қарсы болып арғы бетке кеткен. Бай кісі болған ғой, бүкіл ауылды алып көшіп кеткен. Сен ең Октябрьіңне балаң қойып жүрген? Ұятың бар ма? Деп алып кетеді де, ана метрке дейді ғой, ту алып кетеді, лақтырып жібереді де, ауылға апарып Болат деп қойған ғой. Осындай тарих бар. Әжем ризамын, қазір Октябрь болып жүрсем қалай екен? Бізде екі есік қалды, таңдау сізде. Күлгін, жасыл. Жасылды көрейік ал. Келеді, кездескім. Келеді, кездескім енді. Біреулер қарыз алып кетіп еді, бермей жүр, солармен кездессем бір. Ал біз келеді, кездескім деп аталатын есіктің ар жағында не бар екенін көрсек. Жігіттің есік ашқанының өзі. Білмеймін, мен аяқ киімде тұрмасын да, жоқ. Жоқ. Бұл бұлай болған, бұл менің бірінші алған сыйлығым. Сол шығар деп ойлаймын. Кімге алдыңыз? Ол бұлай болған. Мынау дубляж дейді ғой, ол уақытта актерлардың бәрі дубляжда жүреді. Басқа мемлекеттің фильмдарын кәдімгі қазіргі дубляж емес, қазіргі просто дикторский оқи салады. Ол уақытта аузына ауыз, дыханиясын бәрін әдемі келтіреді. Фарида Шарипованың сөзі бар. Мен дубляж болмаса актриса осы мені актер болған дубляж деп. Ол жерде бүкіл образға кіресің. Сонда алғаш барған кезім, сонда бір басты рөлді берді. Атагелді Смайылов, Алтынбек Кенжегов, мен бір жас лейтенант ойнадым, соғыс кезінің кино, атын ұмытып қалдым. Соны жаңағы бір жылдың несі болған ғой, конкурсы. Бір жылда, ол уақытта бір жылда бәленбай кино жасалады, дубляж. Сонда жаңа солардың ішінен ең үздік актер жасалған деп, ең алғашқы жаңағы алған сыйлығым сонда берді осыны. Шайни сервизінде ол уақытта қазір түгіміз қой, ол уақытта сұмдық ештеңе жоқ қой, дефицит. Сонда мен ана сыйлықты алғанда киностудиядан, ол кезде мен Жамбула Байзақовада тұрам, Жамбула 159. Сол жерге дейін жаяу келгенім де есімде жоқ. Ананы арқалап, салафонмен бүйтіп орап берген ғой бұлай. Бүкіл жаңағы ыдыс-аяқтар осындай. Соны бұлай алып келдім ғой, мына менің ең алға, Оскарды алып келгенде алып келдім ғой. Алғашқы сыйлық. Алғашқы сыйлық. Сол шығар, басқа болмайды. Ол сыйлық кімге кетті? Кімге кетті? Үйім алып келдім. Үйге? Үйге, сол кездегі үйім алып келдім. Жақсы. Көрейік, біз келеді кездескім атты есікпен не айтқымыз келеді? Әбділмановтың баласы деген ол әрине мақтаныш сезім, бірақ бір жағынан үлкен жауапкершілік, қорқыныш. Не үшін қорқыныш? Болаттың баласы деген атпен қалқаланба деген қорқыныш бұл. Театрда айтып жүр ғой, мен келгенім жақында, ол екінші Әбділманов деп айтады. Енді ол кісі екінші әкемдей кішкентайымнан өсірді, тәрбиеледі. Мен бір жаста болған екем сол кезде, әкем өмірден өткен. Содан кейін қалаға алып келді. Толығымен маған осы өмірге не керек, сол нәрсесін, тәрбиесін берді. Әкемнің орны басты деп ойлаймын. Мен кішкентай кезімнен
ағам көп болды, бірақ ағам емес, мен әпкем болған қаладым да кішкене. Сөйтсем есейген кезде білдім, менің туған 2 әпкем бар екен. Кішкентай кезімізден ол кісі гастрольге кетеді, анда кетеді, мұнда кетеді. Біздің тәрбиемізбен енді анамыз айналысты ғой, сол кісіге айтамыз бар секретімізді. Содан кейін ба бәлкім біз әкемізбен жан сырымызды ақтарып, дос ретінде өйтіп. Білмеймін, қазір мен біртүрлі маған олай сөйлесе алмаймыз. Қатал болғанымен өзі мейірімді, қол ашық, ақ көңіл, бүткіл бауырларына көмектесіп тұрады. Үлкен әпкеммен хабардамыз. Әлі кездескен жоқпын ол кісілермен, бірақ кездескім келеді. Мен кішкентай кезімнен қатты армандаймын сол кісілермен кездесіп. Арманым сол кісілермен кездесіп, араласып жүру. Балалардың арманын неге орындай алмай жүрсіз? Енді орындай алмағанда, көрдің бе, мен өзімнің әке-шешеме соқпын, туған әке-шешеме. Менің қыздарым да маған соқ. Өйткені олар тәрбиелеген мен емес. Кішкентай кезінен нағашылар тәрбиелеген де, Семейде, Таскескен деген жерде. Сол жақта мектеп бітірген, сол кісілерді мама, папа деген менің атымда атайды, мысалы. Яғни алғашқы әйеліңіз, ол Жанар. Ол кісімен қанша жыл бірге тұрдыңыз? Біз енді институт қабырғасында бір курста оқыдық, бірге спектакльді ойнадық. Ол кісімен мен 82-де қосылдым, 93-те айырылыстық. Мен жалпы өзім бұлай бір жағынан соқтауымдаймын, жалпы негізі. Өзім жаңа бауырлармен де араласым жоқ содан шығар еді, білмеймін. Мен өзім жеке өскеннен кейін бір эгоистік бір не бар ғой деймін, менде жалпы өзім ойлаймын да кейде. Көп бала болса бауырмашыл болып не ететін шығар еді. Мен өзім жалғыз өзім жүрген ғой, жалғыз өзім өскен болайша. Сыртынан біліп тұрам, жағдайлар жақсы, мектепті 6 медальмен бітірген, жоғары оқу орнын бітірген. Қазір 40-қа келді. Өздері ұрпақ тәрбиелеп отыр. Оларға не алам без 40-тан асып кетті даже. Жақсы жағдайлар сыртынан білем. Көп жағдайда әке кінәлі болады ғой. Және ол өте дұрыс деп ойлаймын. Әке кінәлі. Кез келген отбасында ажырасу болса, мен өз басым ер азамат кінәлаймын. Өйткені отбасы деген ол бір кеме. Егер кеме суға батса, оған капитан кінәлі. Сондықтан мен кінәлімін. Әзіргі отбасыңызда қанша балаңыз бар? 3 бала бар. 3 бала бар. Иә. Біреуін жаңа біз көрдік. Қалған екеуі немен айналысады? Енді біреу армияға барып келді. Екіншісі режиссураны бітірді. Оқыды сонда. Сен өзі басын күлдіріп бастадың да, артынан күлмейтін сұрақтарды айтып жібердің ғой. Бізде соңғы есік қалды. Күлгін есікті көрейік, тақырыппен танысайық. 28 желтоқсан. Есіңізге ештеңке салмайды? Жалпы өміріңізде атаулы күндер бар ма? Енді атаулы күндер отбасы болып тойлайтын, ерекше естелігі бар. Жоқ, қыздарымның, балаларымның ешқайсысы туған емес 28 желтоқсан. Жолдасымның да. Білмеймін. 28 желтоқсан. Қазір есік ашқан кезде сізге түсінікті болады. Аш. 28 желтоқсан халықаралық кино күні. Сізді күлгін есікпен күлдірейікші. Арнайы әзірленген бейне материалды көріңіз. Өздерің қараш, қазақтардан аумайды. Сен сияқты ұйғырларға ұқсайтындар да бар. Болат өзінің тағдырына, өзінің актерлік тағдырына өте жауапты көзбен қарайтын адам. Бұл өте ерекше актер. Бұның өзінің бір мінезі бар сондай. Бұндай актер аз. Бізде болған актерлар, Нұрмұхан Жантөрин ағамыз, Шеген ойнаған білесіздер, Ануар Молдабек, Қыдырсын Оғайбаев деген ағамыз. Міне, ол кісілер өтіп кетті, соларды жалғастырып келе жатқан осы Болат Әбілманов деп ойлаймын. Әртүрлі амплуаға байланысты рөлдерді жасаудың хас шебері деп айта аламын. 40 жылдан асты ғой енді анау Виктор Псырманов деген иманды болғыр режиссер ертегі түсірген баяғыда. Сол уақытта Болат бірінші рет таныстық.
студент бітірген кез ғой деймін сол, иә. Сол анау Еркенженің 9 ұлының біреуін ойнады. Ақырғы екеуміздің бірге түскен киномыз Қазақ хандығы. Мен Есенбұға ханды ойнаймын, ол менің уәзірімді ойнайды. Фильмнің аяғында таққа таласам деп, ұлым мен екеуі қосылып, мені улап өлтіреді, иә. Алғашқы киноға түсірдің алдындағы Әбділманов пенен кейінгі Әбділманов екеуі екі түрлі болып көрінеді маған. Исламбек Тәукеловтың Жерұйық деген киносында өзіне соған Болатқа арнап жазды. Өте жақсы шықты. Неге өзіңді кінәлімін дедің? Паспортым жоқ. Маған ары бері жүруге болмайды. Паспорт деген менде де жоқ. Адамның болмысын білгеннен кейін, оның актерлық мүмкіндіктерін білгеннен кейін, және қандай да мүмкіндіктері әлі жасырын жатқанын ойлағаннан кейін, Болат Әбділмановтың шынында да кейінгі кинода, басқа киноларда менде түскен сол екі фильмде де көрсеткен диапазоны актерлық шеберлігінің. Ол кейінде кеңейіп, өзі байытып жатыр ғой, байытуға әбден шебер. Ну что, Уильям, зачем ты это сделал? Ведь все так хорошо начиналось. Дәл біздің бағдарламадай болып тұр ғой. Бәрі жақсы басталған еді деп. 9 жылдан қорық дұшпан деген Сұлмановтың фильмі болды. Сонда жаңа 8 баланың біреуін ойнадым. Сол алғашқы кином. Содан армияға кеттім. Тұрдым, ең алғашқы Сұлтанмахмұт Торайғыров туралы 2 сериал фильм болды. Ақын Арман деген. Ең үлкен рөлім сол. Соны Қуат Әбусейіт деген кісі түсірді. Сұлтанмахмұт Торайғыровтың рөлін ойнадым. Ал әзіргі уақытта тарихи тұлғаларға арнап көптеген кинолар түсіріліп жатыр. Сіз енді өзіңіздің мүмкіндігіңізді білетін адамсыз. Қай тұлғаның рөлін ойнауға лайықтысыз? Енді арман деген көп қой, сұраушының сүйген асын кім берер дегендей, актер таңдайтын режиссер. Сондықтан мен қандай рөл ойнасам да осы ұлтқа, мемлекетке, халыққа пайдасы тиетін сондай бір ұлы тұлғалар. Мысалы, мен қазір Мәшһүр Жүсіппен былай ауырам десем болады. Мәшһүр Жүсіптің айтып кеткен сол уақыттағы көріпкелдігі, ол тек қана неғана емес, ол көріпкел адам ғой. Ол ғалым, ол үлкен этнограф, ол не. Сондықтан сондай тұлғалар шығару керек. Сондықтан Мәшһүр Жүсіпті түсіру керек деп ойлаймын. Сол образды мысалы ойнағым келеді. Сізді үлкен картиналардан көргіміз келеді. Өзіңіз жүрегіңіздегі қалап отырған Мәшһүр Жүсіпіңізді ойнап, қазақ тарихында қалуыңызға тілекшіміз. Егер уақыт мүмкіндік берсе, қай есікті қайта ашар едіңіз? Жоқ, ешқандай есікті ашып, бәрі айтылды ғой. Бәрін айтқыздың ғой. Тумаса да қасқа құлын, төбел туар қасқадан. Естілмесе асқа құным, даусын бөлек басқадан. Мықтыларға, мығымдарға жоқ ешқашан таласым. Мен де бір күн жығылғанда жұртым берер бағасын. Осы бір өлең жолымен бүгінгі сұхбатты түйіндесек болады. Қымбатты көрермен, Болат мырза, бағдарлама басында айтып өттім. Бұрын соңды жасамаған алғашқы бір қадамды бізбен бірге жасасаңыз деп. Сонымен не істеуге болады? Енді пойызда болдым, атқа міндім, самолетте болдым. Мен мына бала кезімде шаңғымен айналысқамда, мынау түзу жермен. Сонда чемпион болғам жаңағы. Шаңғыдан былай жүреді. Сонда мен тау жоқ бір жақта, дала ғой. Сонан телевизордан таудан ұшып келе жатқан шаңғыны көремін де, шіркін-ай, осыған бір шаңғымен ұшса ғой осылай төмен қарай деп жаңағы армандайтынмын. Бірақ әлі тау шаңғысына отырып көрген жоқпын. Сол негізі соны көрсе болады. Жақсы. Ендеше қымбатты көрермен, бүгінгі кейіпкеріміз Болат мырзаны шаңғыға шақырамыз. Кеттік.
Қымбатты көрермен, Болат ағамыз Жетісудың төрінде өскен қыр баласы. Қыр баласының қалай болады алғашқы сырғанасы бізге әрине қызық. Бала кезімізде шанамен, қолшанамен осындай таудан сырғанайтынбыз. Бірақ шаңғымен сырғанау өмірде болмады. Бірақ арманым болады. 64 жасқа келгенде соған жетейін деп тұрмын деп ойлаймын, өздерің арқаларында. Біз осы сәтті күттік. Қашан пайғамбар жасына келесіз, содан кейін барып алғашқы қадамды іске асырайық деп. Санаулы сәттен кейін Болат мырзаның алғашқы қадамдарына куә боламыз. Бізбен бірге болыңыз. Аға, сәттілік. Рахмет. Қымбат көрермен, Болат ағамыз қазір биікке қарай бет алды. Көрейік. Өте өріңіз. Мен тұрмағана кемпірді енді сырғанап шыққаны. Көрермен, ойлаңыздаршы, 64 жасқа келіп өзінің қорқынышын жеңіп шаңғыға тұрып, батылдық танытып жатқан Болат ағамызға бәрекеліктен басқа айтарымыз жоқ. Сәттілік. Қымбат достар, Болат ағамыз екеумізбен жарысайық деп тұрмыз. Болат аға, кеттік пе? Кеттік. Браво! Міне, бұлай тоқтатасыңдар. Сол бұлай жүресіңдер. Алдыға. Міне, мынау ұнақ болды. Керемет дүние болып тұр. Алғашқы қадам жасалды, арман орындалды. Енді жегеліп тұрамын деп ойлаймын. Қуаныштымыз аға. Батылдық танытып, тау төріне келіп, шаңғыға тұрып, алғашқы қадамды жасағаныңызға. Қымбатты көрермен, бағдарлама барысында есіктердің сырын ашып, алғашқыларын айтып ағынан ақтарылған Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, құрмет және парасат ордендерінің иегері, театр және кино актері Болат Әбділманов мырза. Аға, алғысымыз шексіз. Осымен бізге берілген уақыт аяқталды. Бағдарламаны жүргізген Аман Тасыған өмірде аман жүріңіз.